сәлеметсіздер ме, құрметті оқырман? Әңгіме өмір атты арнама қош келдіңіздер. Менің арнама тіркеліп, әсерлі әңгімелерді тыңдай отырыңыздар. Қойын дәптер сыры. 3 бөлім. Айтпасаң қой, мен тыңдамай-ақ қойдым. Тұрда кете бер, дедім зілді дауыспен. Әйел басын салбыратып, төмен қарап отырды да. Маған балаларды айырбастау оңай болған жоқ. Ол қаншалықты ауыр, әрі қиын екенін мен білемін. Түсіну оңай емес. Бәрін білген екенсің, айтып берейін. Дүйсен бір жас қызға ғашық болып, менен алыстай бастады. Мен ұзын құлақтан қыздың кім екенін естідім. Сырттай бақыладым. Ешкімі жоқ жетім қыз екенін анықтадым. Көргенімде сұлулығына таң қалдым. Расымен де басын кететін хор қыз екен. Өте сұлу, аппақ, әрі жас. Істерге шара таппай көп алыстым. 1 жылдан астам екеуі ара-тұра кездесіп бірге болды. Күннен күнге жақындай бастады. Мен Дүйсенді мансабынан айырылатынын айтып қорқыттым, құлақ аспады. Ұлымды алып кетемін дедім де, ол тіпті қуанғандай болды. Ұлыңды жетім қылма деп жыладым да тыңдамады. Түрлі мысалдарды ара айттым, бер айттым, ақылға шақырдым, көнбеді. Арада уақыт өте, ол қызға пәтер жалдап бірге тұрмақшы болды. Дүйсеннің шалыс басқанын басығын айттым. Ол заманда ондай әрекетке барғандар жауапқа тартылатын. Бастығы жеке шақырып, әбден ұрысып, көп нәрсе айтып қорқытып, отбасына оралуды бұйырыпты. Көнбесе жұмыстан шығарып, жауапқа тартатынын айтқан екен. Дүйсен біраз уақыт тынышталғандай болды. Ол бастығы маған көзін салды. Мен де әрлі, әдемі әйел едім. Бастығы басымды айналырды, үлдемен бүлдеге орады. Дүйсенге кек қайтарамын деп, оның бастығымен жақындасып қойдым. Сол уақытта сен құрсағыма біттің. Аяғым ауырлағанда қатты қорықтым. Үйтіп Дүйсенді алдап, қойнына жаттым. Әйтеуір ол ештеңе сезбеді. Қасымда қалды. Қайта отбасы болып, ол мені аялап жүрді. Соңғы айларда мансабы жоғарылап еді. Үйден кетпей ұлымен ойнайтын болды. Эльвира сұлуды ұмытқандай еді. Мен Эльвираның аяғы ауыр екенін білмедім. Дүйсен де білмеген тәрізді. Құдайдың келтіргенін қарасаңшы. Мен босануға келсем, Эльвира сол жерде босанып алып жатыр екен. Босанғанына 3 сағат болып, бөпесі нәрестелер бөлмесінде еді. Эльвира қатты күйзелісте екені көзінен байқалады. Ол соңғы айларда жалғыздық азабын жақсылап тартқаны өн бойынан көрініп тұрды. Тым қатты жүдеген, уайымға салынғаны анық еді. Эльвира Дүйсенді көріп, қасына жүгіріп келгенде, мен толғатып тұрсам да, Дүйсеннің Эльвираға аузыңда шошы болма, ашады екенсің, тіріде шақалағымен қоса көмемін дегенін естідім. Дүйсен қорыққаннан тез кетіп қалды. Мен сені қиналмай тез босандым. Екінші бала жанды қинамайды деген рас екен. Сені балалар бөлмесіне алып кетті. Бөлмеге келсем, Эльвира есі ауысып, жынды болып отыр екен. Мен бірден оған, сен не, бала тапсам, Дүйсен алады деп ойладың ба? Сен тапқан баланы мен де таптым. Сен Дүйсенге керек емессің, көзіңді құрт дедім. Эльвира шошып, сөз қайтара алмай жылап отырды. Мен жанына жақындап, Дүйсеннің отбасы бар екен білмедім десең сенбеймін. Көзіңді құрт жетімек, әлемге жетімдерді толтырмай жоғал дедім де, төсегіме теріс қарап жаттым. Ол егіліп жылап отырған. Мен ұйықтап кетіппін. Сол кезде ол кетіп қалды. Бір кезде сені мен Жаңгүлімді медбике алып келіпті. Топас Эльвира қызына Тұмарова деген тек жазғызыпты. Бейшараның дәмесі дамбалдай екен. Тұмаровтар, екеуі де сіздікі ме?
деді медбике. Мен екі шақалақ нәрестеге қарап тұрып, Дүйсеннің қыз туып берші дегені есіме түсіп, отбасымды ары қарай біріктірмек болып қызға жабыстым. Егіздер екеуі де менікі деп айта алмадым. Сен шатақтан тудың, өскенде қандай боласың, бір құдайға аян. Қыз Дүйсендікі, қаны бір. Алда-жалда ауырып қалса, болмаса басқа жағдайда анықтап жатса, өз қызы болады ғой. Сол үшін ауыстырғанға қорықпадым. Үндемей қызды бауырыма бастым. Ұл туғаныма куәгер болған екі дәрігерге ақша беріп, алтын тағып, ауыздарын жаптырдым. Жүрегім ауырып, егіліп жыладым. Жылағаныма сен сенбейсің, білемін. Сеніремін деп ойлаймын. Содан сені қалдырып, қызды алып, перзентханадан шықтым. Болар іс болды, бояуы сіңді. Дүйсен қызды мен тумағанымды сезді. Бірақ не екенін білмеймін, ауыз ашпады. Ол да дәрігерлер шатастырып алды деген ой болған еді. Мен отбасымды қайта құрып алдым. Сенің демікпен бар деп айтқан. 40 күн өткен соң перзентханаға келіп, сен туралы білгем. Дәрігерлер сені өліп қалды деді. Неге солай айтты білмеймін. Күйінгенім рас. Қызды жақсы көре алмадым. Сол қыздың қаншық шешесінің кесірінен мен де арымды таптап, күнәға баттым. Бір емес, кешірілмейтін екі қателік жасадым. Айтшы, енді ол қызды қалай жақсы көре аламын, деді де басын көтеріп бетіме қарады. Мен естіп отырған сөзге не сенерімді, не сенбесімді білмей, айтылған әңгімені қорыта алмай отырмын. Сен қан генетика дейсің. Сенде маған келер генетикалық сәйкестік болар. Ал Дүйсенге сенің түк қатысың жоқ. Мен сорлы, күйінген жас келіншек сол кезде күнәһар болдым. Ұлым, Алла алдында күнәмді өзім көтеремін. Мені ұлдарымның алдында масқараламай-ақ қой. Саған не керек? Сен мені бекер таппадың. Сенде бір мақсат бар. Ол не балам, айт. Мен орындай алсам, орындап берейін деді батыл дауыспен. Мен басымды шайқадым да, үндемей орнымнан тұрдым. Жүрегім ауырып кетті. Неге ауырды өзімді түсіне алмадым. Кімді кінәларымды білмей жынды болып қалдым. Нұрғайша ханымның қасынан біраз ұзапта кетіп едім. Арт жағымнан, сен жалғыз мені кінәлі санама. Өмір сынаққа толы екен. Сол сынақтарды сүрінбей көтер ұлым, деді. Мен бұрылып қарай алмай тоқтап тұрмын. Сенің алдыңда ақталмаймын. Ана деген атқа да лайық емес шығармын. Мен сол кезде жас едім. Үлкен ұлым 2 жаста болатын. Отбасымды сақтап қаламын деп, ортада сен өмірге келдің. Сен балам, менің саған жасаған опасыздығымды күнде жангүлім бетіме басқандай болды. Оған емшегім иіп, сүтін бере алмадым. Бір ретте емізбедім. Сүтім тартылып кетті. Күнде азаптанып жүрдім. Саған бір рет болса да қарамағаныма өкіндім. Шатақтан тусаң да, сен ішімде болғаныңда қорықсам да жақсы көрдім. Дүйсен отбасымызға оралды. Өмір өзгерді. Сонда да мен өзгере алмадым. Мен қатып қалдым. Адамзатты жек көріп кеттім. Өзімді жек көрдім. Жангүлімді жек көрдім. Дүйсенді кешіре алмадым. Сен туралы жиі түс көріп, жылап оянып, өмір сүрдім. Жангүлім бірден әкесінің қызы болды. Әкесі аялады, ерекше жақсы көрді. Сол жағдай мені одан арман тас қылды. Мен сен тірі болсаң, қайда екеніңді біліп, қамқорлық жасамақшы болғамын. Сені іздеп сол перзентханаға бардым. Таныс медбике сенің шетінеп кеткеніңді айтты. Дәлел айғақ сұрай алмай, басым салбырап үйіме қайттым. Ұлым, байқасам сен жақсы азамат болыпсың. Тәрбиең де бар сияқты.
бақытты болшы. Мен бермеген махаббатты баққан анаң берген сияқты. Оларға риза бол. Мені ұмыт, ойлама. Мен өз басым азаптанып, өмір сүріп жүрсем де, екі ұлым алақандарына салып аялап отыр. Солар сондай қамқорлық жасағандарына риза болып отырып, сол ұлым тірі болғанда, өмірім қандай болар еді деген ойда болмаған кезім жоқ. Әрдайым сондай ойда болдым. Сен өмірде жоқ десе де, менің санамда мәңгі болдың. Есімің қалай, білсем болады ма? Дегенде даусы өзгеріп, өксік тығылғандай болды. Мен есімімді, не айтарымды, не айтпасымды білмей, сәл тұрдым да бұрылып бетіне қарап, сізді Құдайым кешірсін. Мен керемет отбасында тәрбиеленіп, махаббатпен өстім. Сізде Жангүлімді жақсы көріңіз. Ол қыздың еш кінәсі жоқ қой. Ол сіз таңдаған қызыңыз. Оған мейірім төксеңіз, азабыңыздан құтыласыз. Бұл тағдыр, маңдайға жазған тағдыр. Көнігеміз, өмір сүреміз. Сау болыңыз деп бұрыла бербедім. Есіміңді айтпадың, ең құрғанда тілеуіңді сырттай тілейін деді. Мен қайта бұрылып, сіз де мені ұмытыңыз. Ендігі әрі есіңізге алмаңыз. Қош аман болыңыз, дедім де жүгіре басып, Нұрғайша ханымның қасынан қашып кеттім. Бұл жолы мен тек Нұрғайшадан емес, Жангүлімнен, өзімнен қаштым. Жүрегім Жангүлім қарындасың емес екен. Мен оны бекер сүймеппін. Ол менің сүйіктім дейді. Санам, Бекжан, сен шатақтан туған некесіз бала екенсің. Сенің әкең дүйсен емес екен. Сен шатақсың. Шатақ деп жанымды жеді. Өз ойыммен көп алысып, ұйқысыз түндер өткізіп, арпалыста жүріп, ақыры жүрегімнің түбіне жеттім. Дерт жабысқан соң, өмірім астан кессең болып, басқа арнаға түсті. Жан-жарым Клараның алдында науқас адам болып, төсек тартып жатып қалдым. Клара өмірімде маңызды орын алған ең жақын жан-жарым. Сондай сүйіспеншілік болмаса да, зор сыйластық бар. Ортақ қызымыз бар. Мен кеш үйленген соң, қызым да кеш өмірге келді. Бұл дерт жабысқан соң, мен бала болғанын қаламадым. Мен кетіп қалған соң, Клара балаларымен қиналып қалмасын деген ой болды. Жангүлім емделіп, жақсы болған соң, мені көп іздеді. Оны бірнеше рет сырттай көрдім. Жүздесе алмадым. Кездессек, мен өзіме жауап бере алмайтынымды ұқтым. Өзіме сенбедім. Сол себепті алыстай бердім. Таныс достарға Жангүлімге мекен жайымды айтпауларын өтіндім. Жүрекке ота жасалса да, мен айыға қоймадым. Себебі менің тәнім емес, жаным аурушы еді. Арпалысқа толы дертті жылдар өтіп жатыр. Қасымда менімен бірге қиналып, Клара жарым жүр. Мен түн тыныштығында, Құдайым, мені неге жараттың? Неліктен осынша азап бердің? Кларамды азаптап қинамашы, мені алып кетші. Ол жақта баққан атанамды табайыншы, соларға қосшы. Эльвира ананы кешір, мені табыстырып, тезірек алып кетші, деумен болдым. Клара адал, ақ болған, ақ көңіл мейірімді, жанашыр жан-жарым. Сен мені кешір. Кешіре алсаң кешір. Мен сені жан тәнімен сүйе алмасам да саған разымын. Сені құрметтеп сыйлап өттім. Болашақта бақытты болшы. Мені жоқтап, тегінді құшақтап отырмай, жақын жан тапсаң басыңды қос. Қызымызды өз отауына ұзатқанымызды көрсеткен Құдайыма алғысым шексіз. Әне-міне жиенді боламыз. Көре аламын ба жоқ па білмеймін. Ұрпағыма бақыт тілеймін. Клара, сен де бақытты болшы.
Сен өте жақсы адамсың. Жалғыз қалма. Қызымыз сені түсінетін болады. Жақсы жан жолықсын. Қойын дәптерді өртеп жібермей әдейі қалдырған едім. Сен оқып, мені түсінген боларсың. Мен 2 мәрте өмірге келген тағдырымды естіп, 2 рет те адастым. Бір жан үшін күйіндім. Ол жан гүлім. Ол менің күйінгенімді білмеді де. Аллам оған жар болсын. Ол да бақытты болсын. Кешір мені, жан жарым Клара, деп аяқтапты. Бекжанның жан сырын оқып болғанда, өз жан күйімді түсіне алмадым. Дәптерді ары итере салдым да, қорқып, бөлмемнен шығып кеттім. Көп ойланып, шешім таба алмадым. Тездетіп жиналдым да, анамның үйіне бардым. Әкем қайтыс болған соң, анамды қалаға көшіріп әкелгенбіз. Асығыс барарымды барып алдым да, анама қарап тұрып, не айтарымды білмедім. Қартайып кеткен анам ойлы көзбен қарап отырды да, әкесінің қызы бергелші деді. Жақындап едім. Өмір бақи осы көзқарасты күтіп едім. Отыр, сұрақ қоясың ба? Әлде өзім айтып берейін бе? Деген анама қарап таңғалдым. Неге келгенімді сезіп отырсаңыз, айтып беріңіз дедім. Жүрегім қатты соғып кетті. Анам төмен қарап отырды да, кім саған айтты? Соны айтып бересің бе? Айта алмаймын, сізді тыңдағым келіп тұр. Ақталғым келмейді. Ақталмаңыз, айтыңыз. Ерте ме кеш пе сырым ашылып, әшкере болатынымды білгемін. Дүйсен білмей кетті, соған да тәуба. Сен білгенше, мен неге өліп кетпедім, деді көз жасын сүртіп. Мен анамды аяуым керек еді, бірақ мен анамды аяй алмадым. Мелшейіп отырдым. Анам терең күрсініп алды да, әйел адам адасамын десе, қас қағым сәтте адасады екен. Отбасымды сақтап қаламын деп жүріп, өз жанымды тас-талқан жасадым. Біз тату тәтті, тыныш, бақытты өмір кешкенімізбен, мен ар азабымен арпалыста болдым. Саған шындықты бір ғана адам айтуы мүмкін. Ол менің ұлым. Ол саған қалай жеткізген білмеймін. Сен Дүйсеннің қызы екенің рас. Мен бір емес, бірнеше рет күнәға баттым. Алла алдында күнәмді өзім көтеремін. Маған не айтарың бар? Жек көріп бетіме түкіресің бе? Аяушылық танытып кешіресің бе? Деді анам бетіме қарап. Мен 25-ке толғанда, әкем туылған күнімен құттықтап келіп, екеуміз саябақта серуендеп жүргенде әкем бір орындыққа отыруымызды өтінді. Сол кезде ойлы көзбен қарап отырып, біз көп қателік жасап, күнәға батқыш пендеміз. Күнәсіз жан періште. Бірақ қызым, сен қателік жасама. Қандай қадам жасасаң да ойланып жаса. Сен менің ақылды қызымсың. Кешірімді бола біл, деп күрсініп алды да, бір кезде адамзат пендесінің алдында ата-анасы жасаған күнәсі шығады екен. Тіпті 7 ұрпағы зардап шегеді дегені бар. Құдайым, мен жасаған күнәні тек өзіме көтертсін деп тілеймін, деді. Әке, не айтқыңыз келіп отыр? Қандай күнә жасадыңыз дегенімде? Жай әншейін, сендер ұрпағым аман болыңдаршы. Түзу жолдан таймаңдар. Кешірімді болыңдар деп құшақтаған болатын. Сол кезде әкем не жамандық жасады екен, жұмыс барысында жасаған істері болар деп қазбалаған едім. Сөйтсем, мен шатақтан туған қыз екенмін, соны айта алмапты. Әкем бәрін білген, дедім де жылап жібердім. Әкең білген жоқ, ол дәрігерлер ауыстырып алды деп ойлады. Ұлы туралы білмек болып, перзентханаға барғанда ұлдың шетінеп кеткенін айтты. Сосын әкең көндікті. Саған шүкіршілік етті. Құдайым солай жасады деп қабылдап ауыз ашпады, деді анам мұңды дауыспен. Өзімді баса алмай қинала жыладым.
анама жолай алмай, тек жылап отырдым. Анамды құшақтай алмадым. Бір өкпе кеудемде тас болып қалды. Ақырындап орнымнан тұрдым да есікке беттеп едім. Қызым, енді не болады? Дегенді анам ақырын айтты. Теріс қарап тұрдым да, ештеңе де болмайды. Ұлдарыңның алдында абыройлы боласың, қорықпа. Дедім де тез үйден шығып кеттім. Қайдан ғана Клараны жолықтырдым. Бекжан, неге қойын дәптер қалырдың? Мен де сен сияқты өзімді жеп өтуім керек пе? Кімді жек көрейін? Арсыз әкемді ме? Опасыз анамды ма? Әлде тып-тыныш өмірімді талқандаған Клараны ма? Бұл шындықты білмей-ақ өмір сүрдім ғой. Неге оны білуім керек еді? Эльвира ана, сен әкемнің отбасы бар екенін білдің бе? Білмеген шығарсың. Сен тым жас болдың ғой. Сол кезде неге жоқ болып кетпеген сол бір медбике? Ол неге анама шындықты айтты екен? Айтты. Содан не ұтты? Ар азабынан құтыламын деді ме? Қайдағы? Бейшара анам күйініп өліп кетті. Сосын Бекжанның әкесі жан жарасыз қиналып, ол да сырда амалсыздан айтып жатып өлді. Ақыры Бекжан да сонша жыл азаптанып өлді. Кім кінәлі? Арсыз әкем бе? Опасыз Нұрғайша анам ба? Әлде шындықты айтқыш медбике ме? Сорлы медбике, шындық айтқыш болсаң, неге о бастан айтпадың? Мен сорлыны өз анам асырар еді ғой. Мен өз анамнан аналық мейірімді көріп өсір едім ғой. Ой Құдайым-ай, енді мен бұл сырды арқалап қалай өмір сүремін? Не деген қиын жағдай. Бейшара Бекжан, сен де шатақтан туған ұл екеніңді білгеніңде қаншалықты қиналғаныңды түсініп отырмын. Сен мені сүйіп қалдың. Ол азабың тіптен ауыр еді. Иә, бір рет емес, 2 рет ашылған сырды көтере алмай дертті болдың. Ол дертпен 20 жылдан астам алысып жеңе алмадың. Не деген ауыр, өте ауыр жағдай. Көтеріп жүру қалай болды екен? Аяушылық таныту деген қалай болар екен? Аяушылық деген не? Неге аяуым керек? Не үшін аяуым керек? Аямағаным, теріс қарағаным ба? Мен анамды жек көрім керек пе? Ана деген Нұрғайша ханымдай болады ма? Ана деген баласын ауыстырады ма? Құдайым, не істесем болады? Айтып жеткізе алмайтын күйге түстім. Бірнеше күн есі ауысқан адам болып жүрдім. Жұмысыма барып жүрсем де не істеп, не қойып жүргенімді түсіне алмадым. Апта алыстым, ай алыстым, өзімді жеңе алмадым. Түскі үзілісте асханада отырсам, ас жей алмай ойға батып отыр едім. Жангүлім, рұқсат па деген дауысқа арасам Клара екен. Шыны керек Клараға, жоғал, көзіме көрінбей дегім келген. Ашу қысып түрім сұрланып кетті білем. Клара кеудесін басып, кешірім өтінемін, бірақ біз сөйлесуіміз керек, деді сабырлы дауыспен. Клара, сөйлесетін ештеңе қалмаған сияқты, дедім. Жангүлім, керісінше әңгіме енді басалды деп ойлаймын. Сенің жүрегіңе тас түсті, жара салынды. Мен сол тасты түсіріп, жараны жазғым келеді. Дегенде тамағыма өксік тығылды. Клара жақынырақ отырып, саған қойын дәптерді оқытайын ба, оқытпайын ба деп көп ойландым. Саған қаншалықты ауыр тиетінін білдім. Білмейсің, дедім ашулы дауыспен. Білемін, Жангүлім, білемін. Себебі Бекжанның жары болдым. Сонда не айтпақсың? Маған бұл шындықты білу керек емес еді. Бекжан өзінше бөлек жан. Мен бөлек жанмын. Сен қойын дәптерді оқытқызып, қателік жасадың. Бекжан менің оққанымды қаламас еді. Ол менен алыстап қашып кетіп еді. Шындықты айтып қоямын деп қорыққан еді. Сен соны түсінбедің. Клара, сен үлкен қателік жасадың,
дедім Клараның сөзін бөліп. Клара көзі жыпылықтап сөз таба алмай отыр. Клара, менің ойымша, сенде маған деген бір қызғаныш пайда болып, соны жеңе алмай, менің де жанымда ауыртқың келді. Қолыңнан келді, ауырттың. Тас та батты, жара да болды. Ол енді еш уақытта жазылмай, мәңгі қалады. Жазылуы мүмкін емес. Бірақ мен анамды кешірдім. Ол отбасы үшін күресіп, күнәһар болды. Жазасын тартып жүр. Ар ожданы деген ең ауыр азап. Ал енді сен қалай өмір сүресің? Маған шындықты оқытқызып, жаныма жазылмас жара салдың. Саған жеңіл болды ма? Клара, мен саған жамандық жасамап едім. Бекжанның дертіне тікелей қатысым жоқ еді. Мен Бекжанды жақсы көрмегенмін де, жақсы көруім де мүмкін емес еді. Бекжанның әкесі жасаған қателікті сен де жасап, менің өмірімді тасалқан ете жазадың. Бекжанның әкесі ақырын тоса алмай, ажал құшып бара жатып, ұлы үшін қорқып, ғашықтық сезімін көрген соң, шындықты амалының жоғынан айтып кетті. Ал сен не үшін оқыттың? Ойың қандай болды? Мен шындықты білгенде не болар екен деп қызықтамақсың ба? Клара, мен сені түсіне алмаймын. Сосын Эльвира анаға шындықты айтқан Медбикені де түсіне алмаймын. Айтылмайтын сыр болатынын білмеуші ме едіңдер? Сол жаны ашығыш Медбике өзі қиналып жатқан Эльвира анама шындықты айтпаса, анам екінші қызын аман есен босанар еді ғой. Эльвира онсыз да жаралы еді ғой. Шындықты көтере алмай көз жұмды. Шындық айтқыш Медбике не ұтты? Сен не ұтып отырсың? Жақсы адам, ақылды адам болсаң, қойын дәптерді өртеп, тастап жеңілдер едің. Сен өзің де оқыдың. Маған білу керек жазбай емес екен біле тұра, алып келіп, жылап еңіреп, жылы сөз айтып тастап кеттің. Ақыры қалай болды екен деп, не тағы келіп отырсың? Неге? Не үшін осылай жасадың? Кек пе басқа ма? Не болса да өзіңде қалсын. Қош аман бол. Ендігі жерде мені іздеме. Бізді Құдайым жолықтырмасын. Сені көргім де, жолықтырғым да келмейді, дедім де тез тұрып, асханадан шығып кеттім. Клара үндемей отырған бойы қалды. Не екенін білмеймін. Асығыс Нұрғайша анама жүгірдім. Есіктен кіргенде анам ойлы көзбен қарап отыр екен. Қартайып қалған анамды бауырыма бастым да, анашым, сендерді Құдайым кешірсін дедім. Анам солқылдап жылап бауырыма кіріп кетті. Әңгіменің соңы. Зейін салып тыңдағандарыңыз үшін рахмет.